Жалпы есепте бірінші орындамыз. Астанада ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионаты аяқталды. Жарыстың соңғы күні аса ауыр салмақтарда медальдар сарапқа салынған болатын. Жасөспірімдер арасында Аңсар Тұрсынбек қос сайыс қорытындысы бойынша 326 келіні бағындырып, күміс жүлдегер атанды. Оның жеңіс жолын жастар арасында Санжар Жолтай жалғады. Ол қос сайыста 340 келілік зілтемірді басынан асырып, қола жүлдеге қол созды. Өкінішке орай, соңғы күні қоржынымыздағы алтын медаль түскен жоқ. Десе де, Қазақстан құрамасы жалпы командалық есептегі бірінші орнын сақтап қалды. Атап айтқанда, жасөспірімдер арасында ұлттық құрама өкілдері 23 медаль жеңіп алды. Оның 12-сі алтын. Соның арқасында топ басында тұрмыз. Үздік үштікке Вьетнам және Үндістан құрамалары кірді. Ал жастар арасында 27 жүлде жеңіп алдық. Оның ішінде 9 спортшымыз чемпион атанды. Бұнда да жалпы есепте біріншіміз. Екінші орынға Таиланд құрамасы, үшінші орынға Қытай құрамасы жайғасты.